Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода осындай мата үлгілерінен әдемі бір құрақ түрін құрап шығатын боламыз. Ол үшін керекті детальді сызып алайық. Бізге 18-18 сантиметр болатын тік төртбұрыш қажет болады. 18-ді 3-ке бөліп, дәл осылай бөліп аламыз. Кейін, мінекей видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Қазір детальдерді қиып жасап аламыз. Мінекей. Детальдеріміз дайын болса, түс үйлесімділігіне қарай, мінекей маталарды қойып дайындап аламыз. Осы детальдермен көп жұмыс істейтін болғандықтан, қатайтып, қатты картон қағазға жабыстырып алғанымыз ыңғайлырақ болады. Қолыңыздағы матаның түс үйлесімділігіне қарай, міндетті түрде қимай тұрып, реттеп алған абзал. Мінекей мен ортасына қараны және шеттеріне қараны келтіретін боламын. Ол үшін осы мата үлгісінің бір бетіне сыйдырып, мейлінше аз қалдық қалдыратындай етіп, сызып алып барып кесетін боламын. Жалпы қандай құрақ құрасаңыз да, шетіндегі түсіп отырған матаны да сондай аса ұқыптылықпен кесуге тырысыңыз. Жалпы 3D құрақтары аса дәлдікті қажет етеді. Сондықтан 7 рет өлшеп бірлес кес демекші, осы матаның сызуға келетін жағына әдемілеп сызып, құрағымызға жеткілікті детальдерімізді сызып дайындап алып барып кесеміз. Ішіндегі ең үлкендеу деталь болғандықтан, мына мата үлгілеріне сыймайды, сондықтан үлкенірек матаға басқа түсті алатын боламын. Мінекей, ішіндегі ең үлкен осы ромбты басқа түс таңдап алдым. Мінекей, әзірге 3 детальді сызып дайындап алдым. Енді қиып шығамыз. Жаңағы 4 бұрышты және 3 бұрышты қара матадан оямыз. Мінекей, ең алдымен тік 4 бұрыштан 4 дана керек болады. Осындай 3 бұрыштан 8 дана керек болады. Соларды бір қиып дайындап аламыз. Мінекей, ол үшін жаңағы тік 4 бұрышты қалдырып, қалғанын осылай 3 бұрышқа бөлу үшін диагоналды кесіп шығамыз. Қара матадағы детальдеріміз дайын болды. Енді қызыл мен сары. Дәл осы детальді байқасаңыздар, детальдің ақ бетін қаратып, бір түске, екінші түске зеркально түсу үшін детальдің көк бетін жоғары қаратып сыздым. Видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Мінекей, бізмен сонымен екінші детальді дайын болды. Кейін бізде үшінші деталь. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, алдағы жақсы видеоларым жіберіп алмау үшін қоңырау шамды басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Түс үйлесімділіктері екі түс бір жаққа қарай қайталанбау үшін бір жинап көріп аламыз. Мінекей, сары жаққа көкті, бордовый жаққа ақшыл түсті қойып, келесі детальдерімізді сызып қиып аламыз. Мінекей, бірінші детальға көк түсті жоғары қаратып, келесі түске көк түсті төмен қаратып, мінекей, сызатын боламыз.
Сонымен барлық детальдеріміз дайын болды. Мінекей қойып алып, дәл осы бағытта детальдерді өзара қосып шығамыз тігіп. Бас аяғын бекітіп отырып, және 5 мм-ден жеткізбей тігіп өзара детальдерді қосып шығамыз. Видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Дайындап алған детальдерімізді өзара қосып шықсақ, жақсылап тұрып бір үтіктеп шетіндегі шығып тұрғандарды қиып тастаймыз. Дәл осындай төртбұрыштерді көбірек құрап алып, әртүрлі тәсілдермен қоюға болады. Мінекей бірінші тәсіл. Келесі бізде екінші тәсіл. Орындарын ауыстыру арқылы әртүрлі қоюға болады. Мінекей бізде енді үшінші тәсіл және төртінші тәсіл. Мінекей. Тең ортасына осы бұрыштарды қою арқылы. Маған ұнағаны жаңағы екінші тәсіл, осы тұрысымен жинап шығатын боламын. Мінекей ең алдымен екі-екіден кейін төртеуін бірге қосып шығамыз. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, алдағы әдемі видеоларым жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Дәл осы төрт бұрыштарды құрау арқылы үлкен көрпеше немесе төсек жапқыш құрасаңыздар өте әдемі шығады. Менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.